Сіз бен біз болмасақ, Әсерлі әңгіме, қызықты ақпарат, тосын сый, көңіл сергітер ойын. еш қайсысы да маңызды емес. Олай болса, Қалада, далада, көлікте, үйде, жұмыста, 101.4 толқынына қосыл. күн сайын Түскі сағат 4-тен кешкі сағат 7-ге дейін. Жаслан мен Дилбар Жаныңызды жадыратып, көңіліңізді көтереді. Ассалаумағалейкум, қадірлі Жібек Жолы радиосына құлақ түрген ағайын. Қымбатты 101.4 толқыны JJFM-нің тыңдаушылары баршаңызға қайырлы күн. Жаңа жылдық мерекелік шығарылымды одан әрі жалғастырсақ, ақтаңнан тікелей эфирде қызмет жасап жатырмыз. Тек қана біз естіліп тұрған жоқпыз, Дилбар. Сонымен қатар бізді JJFM-нің сайтынан көре аласыздар. Ал студиядағы телефон әдеттегідей 8700-101-4000. Микрофон алдында Дилбар Ерсайынқызы Және Жаслан Жүрсінұлы. Бүгінгі біздің қонағымыз жаңа жылдық мереке қарсаңында арнайы біздің тыңдаушыларымызды, қазақстандықтарды құттықтау үшін келген президент оркестрінің солисі, Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген қайраткер, әнші Әлібек Ізбасар. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Айналайын жақсыларым, баршаңызға қайырлы күн. Қалай енді осы биылғы өтіп бара жатқан 25-ші жыл өзіңіз үшін сәтті жылдардың бірі болды, Әлібек? Құдайға шүкір. Оның бірден бірегейі дәл қазір өзіңіз атап өткендей, Хабарлағанындай. хабарлап өткендей, 18 желтоқсандағы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының арнайы жарлығымен Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткер атағына ие болдым. Осы мен үшін жалпы өнер саласында жүрген жандардың арманы деп білемін. Ішкі сезім қандай? Ол сыртқа көрінбейді ғой көп жағдайда. Ол көрсете алмаймын. Оны сөзбен жеткізе де алмай шығар. Сөзбен мүмкін емес. Шынымды айтсам, көз жасымды бір сығып алдым, бір күліп алдым. Неге? Енді бұл жолға жеткенше, бұл жетістікке жеткенше неше түрлі сынақтар болды, неше түрлі енді асулар болды, сайлар болды, арпалыстар болды, құлаулар болды, арпалыстар болды, тартылыстар болды. Соның барлығынан қанатымызды сындырмай керісінше қатайта түсіп, мінекей осындай жетістікке жетіп жатқан жайымыз бар, Құдайға шүкір. Және осы марапат алғаннан кейін енді жауапкершілік екеселенген шығар? Ол міндетті түрде. Жалпы өнер жолы ауыр жол дейді ғой қазақ. Қазіргі таңда енді кейінгі жас буындар кішкене жеңіл-желпі қарап кетті, бірақ киелі сахнаның өзінің бір керемет мәртебесі бар. Оны ұмытпау керек. Ол бәрібір өзінің дегенін бәрібір көрсетеді, адамға береді. Мына өнер саласында жүрген барша әріптестеріме, алдыңғы буын ағаларым, апаларым, кейінгі соңымыздан ерген кіші буын баршасына жұғысты болсын деп шын ниетімді айтқым келеді. Осы ескі жыл барша қазақты есіркеді. Жаңа жылда тек жақсылығымен, берекесімен жарылқасын дегім келеді. Әмин айтқаныңыз келсін. Әлібек Ізбасарға қояр сауалдарыңыз болса, 8700-101-4000 тікелей эфирде қызмет жасап отырмыз. Жәке, менің бір сұрағым болып тұр бұл кісіге. Қойыңыз. Көзіне қарап отырып қойайыншы сол сұрағым. Әлібек мырза, өмірді қалай жақсы көресіз? Шын мәнінде өмір сүре білген адамға ғажап. Ал сүре алмаған адамға 3 нүкте қойып қояйық, ар жағында. Мен өмірді ерекше сүйемін. Өмірге деген құштарлығым, өмірге деген ұмтылысым. Жалпы сәби боп дүние есігін ашқанымда менің жылағанымдағы жаңғырығым шынай қасымда отырғандардың кәдімгі құлақтарын тесіп жіберерде қап, мына баланың дауысы тіпті бір ащы екен деп. Сол себепті менің атамның ағасы, біз көке дейтінбіз, сол кісі осы бала өнер жолынан бірақ шығады деп сол кезде болжапты. Сол кезде Әлібек Дінишев ағамыз енді көгеріп келе жатқан сәт екен. Осы Әлібектей әнші болсын деп маған Әлібек деген есім берген. Дилбар, қадірлі Әлібек, қарап отырмын.
келеді өмір сүргім тамаша туынды сиясы кеппеген жуырда ғана өз тыңдаушыларына жетті сөзі арман шеризат Кентау Назарбек ағамыздың әні композитор, ал аранжировкасын жасаған Әділжан Толықбаев. Тыңдасақ келеді өмір сүргім. Тыңдайық. Сүре білген адамға өмір ғажап қой шіркін. Өмір сүргім келеді, өмір сүргім келеді бақытқа жету үшін. Адам боп жаралған соң, адам боп кету үшін. Өмір сүргім келеді аяулы арман үшін. Жолымда өмірімнің жолыққан жандар үшін. Өмір сүргім келеді бақытқа жету үшін. Адам боп жаралған соң, адам боп кету үшін. Келеді өмір сүргім жолында табу үшін. Адалдық туын жықпай, адам боп қалу үшін. Келеді өмір сүргім жақсыны қолдау үшін. Әлемде ізгілік пен әділет орнау үшін. Келеді өмір сүргім. Өмір сүргім келеді сезімді қорғау үшін. Махаббат гүлі мәңгі жүректе солмау үшін. Өмір сүргім келеді баянды бағым үшін. Адаспай шын ғашық боп сыңарым табу үшін. Келеді өмір сүргім жолымды табу үшін. Адалдық туын жықпай, адам боп қалу үшін. Келеді өмір сүргім жақсыны қолдау үшін. Әлемде ізгілік пен әділет орнау үшін. Келеді өмір сүргім. Керемет. Шынында да өмірге бір ғашық қылғандай болдыңыз. Өмірді мен осылай сүйем. Тамаша әнмен жауап берген дейді бар. Енді қарап отырмын, Әлібек, өзіңіз тек қана әнші ретінде ғана, сахнада ғана, немесе президент оркестріндегі патриоттық әндерді ғана орындап жүрген жоқсыз. Сіз қоғаммен де тығыз байланыста жүрсіз. Қаншама кездесулер өткізесіз. Мектептерге барасыз. Бұл өзіңіздің миссия ма әлде бұйрықпен бе, қалай? Енді мақсат па, міндет па, парыз ба? Осындай бойға жаратқаннан керемет сый болғаннан кейін, жаңағы көп білгеннен не пайда, пайдасын іште сақтаса, жастарды жиып қасына білгенін айтпаса дейді ғой қазақ. Бар білгенімді, бар болмысымды өзіммен алып кетсем, онда менің оңғаным ба, оңбағаным ба, керісінше кейінгі соңымыздан ерген ізбасарларымызға бір үлгі болсын, соларға бір өнеріммен бөлісейін деген ниетім ғой. Олар да әрі біле жүрсін, осындай азамат жалпы өмірде бар екенін, менен бір теңізге тамған тамшыдай болса да бір
үлес кішкене болсын бір өнерімнен ұшқын алсын, үйренсін деген бір ниет ар жағымызда. Қалғаны енді олардың санасында. Және сол жастармен кездескен кезінде жастардың бойынан қазір қандай қасиеттерді байқайсыз? Жастардың бойынан қазір енді мына технологияның өте керемет дамып жатқан кезі ғой. Бір жағынан жақсылығын байқап жатам, бір жағынан кемшілігін байқап жатам. Жақсылық деп жатқаным, қазіргі кейінгі жас ұрпақ мына техниканы керемет меңгеріп жатыр. Бізден артық білет. Енді қолдарындағы гаджетті кәдімгі ұршықтай үйірген кезде бір сүйсініп отырасың. Ал енді бұның бір кем тұсы бар. Қазақи болмысымыз кішкене бір жұпынылап жоғалып бара жатқан сияқты деп ойлап қаламын кейде. Қазақы болмысымыз жоғалып бара жатқандай дедіңіз. Осы жерде бір мен үшін жаңа мен ескінің бір күресі болып жатқандай көрінеді кейде. Ол да бар, келсем Жәке, дұрыс айтасыз. Бірақ енді бұл да бір жаңа бір көзқарастың лебі шығар деп ойлаймын. Біз оңтайлануымыз керек шығар, қалай ойлайсыз? Әлде олар бізге қайрылмайтын сияқты. Тек біз бейімделу керекпіз соларға. Біз бейімделуіміз Не керек. болмаса ескі мен жаңаны синтездеу арқылы керемет дүниені шығаруға да болатын шығар. Енді қазір мына кавер деген дүние пайда болды ғой. Иә. Міне сіздің айтқаныңызға қазір нақ сай болып тұр сол дүние. Ескі менен жаңаны үндестіріп жатқан заман қазір. Оның да бір енді жақсылығын, шарапатын көріп жатырмыз, шынында айтсақ. Әлеке, тағы да өзіңіздің қоңыр үніңізге, қоңыр дауысыңызға оралсақ деймін. Мүслім Магомаевтың керемет туындысы. Бұл сонау 60-70 жылдардағы біздің ата-аналарымыздың жастық шағын қайта оралтатын әндердің бірі. Және жарнамаңызда да әлеуметтік желіге салғанда осы әнді өзім салғым келді. Бұл әннің болмысы бөлек қой негізі. Жалпы өнерпаздың, яғни әншінің керемет ішкі жан дүниесі, сыртқы болмысы, табиғаты, бүткіл барлығын бір-ақ әнмен көрсетуге болады ғой. Енді бұл әнді жалпы көп адам орындағысы келеді, орындайды да. Бірақ енді Құдайға шүкір, енді осындайда бір мақтанып қалайыншы. Менің орындауымда біраз адамдарға қатты ұнайды екен осы. Мүмкін сіз жүрекке салдыңыз ба, не ойлағаныңызды білмеймін, орындап тұрғанда не елестейтінін білмеймін сіздің көзіңізге, бірақ тыңдаушылармен бірге тыңдайық. JJFM 101.4 толқынының тыңдаушылары дәл осы сәтте рахаттанып сіздің үніңізді тыңдады. Сіздердің құрметтеріңізге жаңа жылдық бізден ән шашу. Море вернулось говором чая, песни прибоя, рассвет пробуди, сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня, дальние дали, паруса малым вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им в детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго
подаришь прибой. Море, возьми меня, дальние дали, паруса малым вместе с собой, собой, собой возьми. Пах, шіркін, сөз жоқ. Ұнады ма, қадірлі радио тыңдаушым? Кері байланыс бере отырыңыздар. Тап осы сәтте тікелей эфирде біздің студиямыздың төрінде қонақта Ізбасар Әлібек Ізбасар, президент оркестрінің солисі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші. Және тек қана әнші емес, шабандоз. өнер сегіз қырлы бір сыр. шабандоздарының арасында бас бәйгені бермейтін, тақыматтан түспейтін, тақымы кеппейтін жігіт, осылай айтайықшы. Бүгін біздің студиямызға ерекше образбен келдіңіз. Біз үшін әрине ерекше, сіз үшін бәлкім бұл образ ерекше емес шығар. Аяғыңызда оюлы саптаметікке қарап Көзім түсті. Енді қазақ деген жалпы болмысымыз бар. Мен осы 1,5 жыл шамасы болып қалды, қазақ деген топ құрдық біз. Жалпы осы қазақи құндылығымызды жоғалтпайық деп жаңа ғана айтып өткен едім. Қазақи иммунитетті кішкене көтерейікші деген бір жақсы игі мақсатта қазақ деген топ құрдық. 1,5 жыл болып қалыпты, 1,5 жылдың ішінде бір альбом ән жазыңыздар. Енді осы жерде әңгімеге араласайын деп отырмын. Жалпы қазақ тобы, мен тіптен әндеріңіздің ден тыңдап шықтым. Мысалы, бұл біздің жер. Қарап отырмын. Ұлы елім қазағым, хас жүйрік. Айта берсе, бөлінбе қазақ, бөлінбе. Керемет. Бұл біздің Әлібектің негізгі оркестрде айтатын өлеңдер емес бұл. Осылай айтайықшы. Президент оркестрінде бұл әндер репертуарында жоқ сіздің. Бұны қалай түсінсем болады? Бұл екінші Әлібектің ішіндегі Әлібектің жүрегі. Әлібектің ішіндегі Әлібегім ғой. Әлібек, өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, әншінің бар болмысын танытатын әндер болады. Сол сіздің болмысыңызды танытатын ән қайсысы? Менің бүгінде бағымды жағып, осындай мәртебеге, осындай дәрежеге жетуімнің бірден бір бірегейі қазір ғана тыңдаған Муслим Магомедовичтің, Магомаевтың осы «Синие вечности» болады. Қай жерге тойға шақырсын, концертке шақырсын, жиынға, қайда шақырса да осы әнмен шақырады мені. Мен айтамын, менің репертуарымда әндер көп қой, басқасын айтайын сөзім жоқ, әліге соны ғана айтып беріңізші деп соған ғана шақырады. Одан кейін екінші орында қандай ән? Одан кейін енді мен бір қасиетім, кез келген сазгер, ақын азаматтар, ағаларымыз ән ұсынған кезде мен бірінші болмысыма жатымды ма, жатымды емес па қараймын. Аккордеоныма салып көрем, гитарама салып көрем, домбырама салып көрем, эстрадаға салып көрем. Соның ішінен егер жүрегіме жатқан дүниесі болса, мен оны міндетті түрде ақын сазгермен келісіп, айтам, мен әніңізді орындаймын деп. Ал егер болмысыма жатпаса, мен оны орындамаймын. Өйткені жүрекке жетпеген ән, ол жүректен шығып жүрекке жете алмайды. Ол рас. Сол себепті кейінгі емес, жалпы орындалып жүрген әндердің барлығы тыңдарманның жүрегінен орындалып, бүгінгі таңда Құдайға шүкір өз бір кісілік орны бар. Сонымен екінші әнге қандай әнді айтар едіңіз? Сіздің болмысыңызды, табиғатыңызды ашатын. Мен қазір Әлібек Ділбар «Сағыныш» деген тамаша туындыны плейлистке қойып қойдым. Аздап бір музыкалық үзіліс алайық. Жақсы, тыңдап қойыңыз. Әлібектің орындауында Ізбасардың авторлары
Қазір авторларына айтамыз. Қымбатты тыңдаушы, біз тікелей эфирдеміз. 8700-101-4000 бұл студияның телефоны. Егер сұрақтарыңыз болса, не болмаса жаңа жылдың қарсаңындағы қарбалас сәттің өзінде бір уақыт тауып бізге жылы лебіз білдіргілеріңіз келсе, мархабат, WhatsApp желісі сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Ал енді сағыныш әнінің авторын сұрадыңыз. Қазір әніне кезек берейік. Айтамыз, иә. Міндетті түрде авторын, бұл әннің сөзін жазған кім, ол турасында толыққанды айтатын боламыз. Әзірге кезекті қонағымыздың әніне берейік, ал сіздер хат жолдаңыздар. Новогодний чек-лист. Сіз біздескен жүргізушілер Жасұлан Жұрсынұлы мен Ділбар Ерсайын. Жәке, кімнен кешірім сұраймыз? Сонымен. Бұл ән сағыныш емес екен. Кешір мені деген ән екен. Мен кешірім сұрайсыз. Мен кештім дейін. Өзімде таң болдым ғой, сағыныш деп. Негізі арасында Сөздер бар екен, сағыныш деген сөз бар, солай. Жәкеңнің есінде сол сөздер қатты қалып қойған. Өңдеген кісі, немесе мен қатыстым ба, өңдеген кісі солай жазған негізі. Өзіңіз қаншалықты кешірімдісіз? Кешіріңіз. Мен кез келген дүниеге кешіріммен қараймын. Кез келген дүниеге. Өзіңіз кешірім сұрап көрдіңіз бе? Мен үнемі кешірім сұраймын. Өйткені кезінде енді сұрағыңызға жауап бере отырайын. Бала күнімде де мен Ахмет Жұбанов атындағы Киелі Қара Шаңырақ музыкалық мектеп интернатында өсіп өндім. Сонда ауылдан алғаш келгенімде мені сыныптастарым, қасымыздағы жалпы сол кезеңде бірге өскен достарымыз аса қабылдамайтын. Өйткені мен орысша білмейтінмін, кәдімгі қазақи болмысымен келген кезде мені Мамбет деп қабылдайтын. Кәдімгідей жаңағы кекетіп, кемсітіп, сондай күндер болдым. Бірақ мен оған сынған жоқпын. Келіп, мен табиғатыма, болмысыма сіңген дүниеменен ары қарай өмірімді жалғай бердім. Келіп маған біреулер балағаттап жаңағындай нетіп жатса, жақсы кешіріңіз деп бұрылып кете бередім. Сол қасиетімді қазір көп адам айтып жүреді. Сөйтсек, сол кездің өзінде де сіз ізгілікті, жүректегі кішіпейілділікті сеуіп кеткенсіз. Ол кісінің жадына дейікші. Дұрыс айтасыз. Соның бірден бір мысалы, осы бірге тайқұлындай тебізіп өскен менің сыныптастарым. Осы тұңғыш ұлым 1 жасқа толған кезде мен енді атап өте қояйын, енді бірінші қуанышым ғой деп 100 адамға дастархан жайып той жасадым. Сол кезде жаңағы бірге оқыған, қазір енді керемет өздеріңіз сияқты керемет жүргізуші, керемет дауыс иегері Ділда Сатаева деген керемет қыз бар. Сол кісі енді бірге тайғұлындай тебісіп өстік қой. Сол кісілер кезінде жаңағы айтқан дүниелермен нететін жаңағы. Сонда тойға шақырған кезде Диляға сөз кезегі берілді. Сонда көзіне жас алып тұрып, менен кешірім сұрайды. Неге? Түсінбеймін. Жаныма не болды? Неге кешірім? Мен сол кезде сені жаңағы әдейі істейді екен деп ойлаушы едім дейді. Бізге ұнау үшін болмаса бір. Мен сенің ата-анаңды көріп, ол сенің қаныңда, жаныңда, тұла бойыңда екенін қазір ғана сезініп отырмын дейді. Осы ізгілік, осы бір кішіпейіл, осы бір қадір қасиет. Сол үшін мен осы күнге дейін оны мойындамай келіппін дейді. Я думала, что ты это специально делаешь деп. Сол сіздің болмысыңыз. Иә, осы болмысымды сол кезде айтқан кезде жаңағы көзіне жас алып, мен айтамын, енді құшағыма басып. Ол енді бала күндер ғой, ол бала кезде не болмайды баста. Соның барлығын өткер. Бірақ жаңағы сөздеріңізге тілге тиек етіп жатқаным ғой. Сондай бастан өткен дүниелер болған екен. Ол ізгілік менің анамның ақ сүтіменен, әкемнің қанымен дарыған дүние. Тағы да
әнге кезек берейікші. Біз сізбен бүгін жаңа жылды қарсы алып отырмыз. Және 101.4 толқыны JJFM тыңдаушыларына Әлібек Ізбасарға жаңа жылдық мереке тілеп отырмыз. рахмет айтқымыз келеді. Қаншама біз әншілерге хабарластық негізінде. Көбісі енді сапарда, көбісі ауылға, елге асықты, біреулер енді қолым тимейді деді. Бірақ Әлібек айтты, Жәке, айтсаңыз болды ғой, бір ауыз сөзіңіз деп. Бұл өнердегі жанкештілік пе екен, әлде бұл біздің жасап жатқан ісімізге құрмет пе, білмедім. Бірақ келгеніңізге біз де алғыс айта отырып, келесі әнге кезек берейік. Рахмет, Жәкем. Негізі тұла бойыма сол жақсы қасиеттерді ізгілік етіп жинағанның бірі менмін. Шақырған жерден қалма дейді қазақ. Шақырмаған жерге барма дейді. Барма дейді. Енді осындай мейірімменен, ізгілікпенен шақырып тұрған кезде мен қалай қолым сәті келіп тұрса, неге мен жоқ деймін сіздерге. Енді анау қайраткерлікті алғаннан кейін өзгерді ме деп ойлағанбыз. Заман өзгерсе де мен өзгермеймін. Жақсы, сөз бересіз. Сөзім, Жақсы. осы нақ сөзім осы. Келесі. Құрметтеріңізге мен енді аузымнан тастамайтын көп бауырларым да осыны тиек етіп айта жүреді. Айналайын деген сөзді мен керемет жақсы көремін. Жүрген жерде айналайын деп еркелетіп жүрем. Қазақтың төл керемет сөзі ғой. Ар жағында, астарында еркелетсе де айналайын дейді. Жақсы көрсе де айналайын дейді. Орысып тұрды, ей айналайын қойсайшы дейді. Мысал үшін да, бірақ ар жағындағы түпкі тамыры бір ғана сөз. Сол Олжас Сүлейменов ағамыз осы бір керемет сөзді көршілес, достас Орыс халқының тілінде керемет жеткізді. Керемет өлеңмен жеткізген екен. Соған Кентау Назарбек ағамыз әдемі әнмен әрлепті. Соны орындап берейінші. Бұл да бір менің жақсы көріп сүйіп орындайтын әндерімнің бірден бірегейі. Айналайын тыңдаушы, сіздерге арналады Әлібек Ізбасар. Айналайын, чудесное слово, жаль, что русский его не поймет. Объяснить я готов ему снова, только бедно звучит перевод. Айналайын твоими губами, пусть нелепо оно звучит, но другими иными словами ты не сможешь его заменить. Айналайын тебя называю, если хочешь понравиться мне. Называй ты меня Айналайын, как Есенин свою Шагане. Ты Сережу Есенина помнишь, Шагане ты моя Шагане. Айналайын захочешь, запомнишь, повтори Айналайын при мне. Айналайын твоими губами, пусть нелепо оно звучит, но другими иными словами ты не сможешь его заменить. Айналайын тебя называю, если хочешь понравиться мне. Называй ты меня Айналайын, как Есенин свою Шагане. Называй ты меня Айналайын, как Есенин свою Шагане. Пусть оно будет нашим паролем, именами твоим и моим. Мы, казахи, с любовью и болью о любимых своих говорим. Айналайын твоими губами, пусть нелепо оно звучит, но другими иными словами ты не сможешь его заменить. Айналайын тебя называю, если хочешь понравиться мне. Называй ты меня Айналайын,
как Есенин свою Шаганы. Называй ты меня айналайын, как Есенин свою Шаганы. Называй ты меня айналайын, как Есенин свою шаганы. Называй ты меня айналайын, как Есенин свою шаганы. Браво. керемет жеткізді және осының әнін жазған ағамызға да Назарбек ағамызға Кентау Назарбек. Кентау Назарбек ағамызға да алғысымызды айтамыз және ол кісіге де келе жатқан жаңа жыл жақсылығымен шаттығымен келсін. Шынында да жаңағы Олжас ағамыз жазған осы бір айналайынды бір екінші рет осы әуенімен дем бергендей қайтадан бір тірілтіп әкеп ортамызға жеткізгендей. Уақыт деген көкденен 40 минут қалай өткенін білмей қалып отырмыз. Енді жалпы жаңа жылды қалай қарсы аласыз Әлеке? Шынымды айтайын ба? Иә, шыныңызды. Негізі мен жаңа жылды қарсы алмаймын. Бір болмысында бір сондай бір дүние бар. Негізі мен қазақпын ғой. Ол қазаққа негізі енді біреулер ешкімге топырақ шашпаймын көбіне. Бірақ әркімнің өзінің еркінде, бірақ өз басыма келгенде, мен мысалы үшін балаларымды да, отбасымды да Наурыз біздің төл мерекеміз. Наурызға мен барымды салам. Жаңа жыл кәдімгі менің Алланың бұйырған бір несібелі күнім. Күнтізбелік жаңа жыл. Иә. Тамаша. Ал енді қарап отырмын, көршілеріңіз бар, қаншама достарыңыз бар. Мұна біздер бүгін қарсы алып отырмыз. Негізі сіздің бойыңызда бір сондай толеранттылық дейміз ба, бір өзге мәдениетке де құрметпен қарау бар. Құдайға шүкір, ол да бар енді. Сол мәдениеттің арқасында осындай дәрежеге жетіп отырмыз ғой. Иә. Түсінген адамға. Өнерде, музыкада шекара жоқ. Иә. Шекара жоқ, тіл жоқ. Негізі Әлібек әр жастың өзінің әні болады дейді, қоюланып шығатын. Осы жасқа дейін орындаған әндеріңіз бір төбе. Алда Әлібектен қандай әндер күтеміз? Үлкен жасына қарай, кемел жасына қарай дейікші. Менің жаңағыдай айтып өтерім ұстаным сол, елге берері бар дүние болса, мен орындаймын. Елге берері шамалы болса, мен оны орындамаймын. Тамаша. Келесі әдемі туынды дайын тұр. Жүрегіме тимеңдер деген ән. Атауының өзі де сіздің мына бір лирикалық үніңізбен үндеседі, әдемі сезімге толы жүрегіңізбен астасатын ән сияқты. Неге жүрегіме тимеңдер? Енді сөзі Сайлаухан Жоланов мырзанікі, әні Әлібек Тойлыбай ағамыздікі. Астарында үлкен дүние жатқан шығар. Мен енді орындаушы ретінде бұл сұрағыңызға өз болмысымен жауап беруі мүмкін, бірақ автор менен сазгердің не айтқысы келгенін шынымды айтсам, иә. Бірақ бұл әнді сүйіп қалдыңыз. Өте өзіме ұнады. Олай болса осы әнмен бүгінгі шығармашылығыңыздағы музыкалық сәтті аяқтағымыз келеді. Тамаша туындымен бірақ эфирден береміз. Ал енді әдемі тілегіңізді тыңдағымыз келеді осы кеште. Айналайын қазағым, айналайын жақсыларым. Ел іргесі сөгілмесін, қаймағымыз бұзылмасын. Дидар ғанибеті жарасқан бейбіт өмірде, тек жақсы күндерде қуанышта қауышуды Алла нәсіп етсін. Келе жатқан жаңа жыл баршаңызға құт берекесімен келсін. Қадірлі радио тыңдаушы, сізбен біз хабарының төрінде Әлібек Ізбасар бүгін өзінің шығармашылығымен сізді қуантты деген ойда отырмын. Кері байланыс жазып жатыр, дауысыңыз қарлықпасын деп жатыр, отбасыңызға амандық тілеген жазбалар келіп жатыр. Президент оркестрінің солисі, Қазақстан Республикасына еңбек сіңген қайраткер Әлібек Ізбасарға да біз шығармашылық табыс тілейміз. Әлібек мырза, Көп рахмет. ұрпағыңызбен мұң жасаңыз. Әмин. Рахмет. Новогодний чек-лист от JJFM.
Придумать личные новогодние поздравления. Не шаблонное, а честное. Даже если сказать его сможешь только шепотом.